Неге бір кісіден кейін дәретханаға кірсең ешқандай ештеңе сезілмейді, ал бір кісінің арқасынан кірсең масқара, фу, тұншығып қалайын дейсің. Не деген иіс дейсіз ғой. Жалпы оның барлығы әрине де іш қатуынан, іштің жақсы жүрмеуінен және де іштің күнделікті жүрмеуінен болады. Өйткені жиналған қалдықты іште сақтай берсең, ол не болады? Мусорный бак болады. Армысыздар ағайын, сіздермен бүгін доктор Шырхан. Көретін видеоларыңыз бүгін іш қату жайлы болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Іш қату не үшін болады? Запор деген не? Және де қандай қиыншылықтар болады? Іш қатудың іш қатуға алып келетін 5 фактор, немесе 5 себеп. Соның барлығын бүгін талқылайтын боламыз. Соңына дейін көріңіздер. Әрине, бірінші себеп тамақтану режимі дейміз. Ең басты мәселе тамақтану режиміне бұл жерде талшықты жемістердің, яғни талшықты өнімдердің жетіспеушілігі болып табылады. Талшықты өнімдерге қандай өнімдер кіреді? Жалпы қандай продукт дейміз ғой? Талшықты өнім дегеніміз біріншіден ол жеміс-жидек, көкөніс дейміз, шикідей жемістер, шикіден болған, жалпы қуырылмаған, піспеген, қияр болсын, сәбіз болсын, қызылша болсын, немесе пияз болсын, чеснок болсын, соның барлығы талшықты, яғни өнімдерге жатады. Именно талшықты өнімдерді көбірек жейтін болсаңыз, ішектің бұлшықеттерін жұмсартады. Сол арқылы ішектегі үлкен дәретті өз қалпына келтіреді. Сол үшін талшықты өнімдерді көбірек пайдаланғаныңыз жөн. Оғанда каша, дәнді дақылдар тоже кіреді. Таңертең жеген кезде майлы тамақ жейтін болсаңыз, таңертең таңғы асқа жегеніңіз дұрыс. Өйткені күні бойы сіздің тамақтану рационыңызда таңертең майлы тамақ жейтін болсаңыз, түнді жақсы қорытатын болады. Сол үшін не істеу керек? Дәнді дақыл, яғни таңертең каша немесе майлы жұмыртқа жесеңіз өте күшті болады. Сонда ішіңіз жақсы жүреді. Екінші себеп сұйықтықтың аздығы. Ол дегеніміз жалпы су ішу мөлшерін көбейту керек дегеніміз. Яғни адам естіген боларсыздар, жалпы күнделікті 1,5-2 литр суды норма деп жатамыз. Бірақ көп су ішуде адамға зиян жері бар. Сол үшін кем дегенде қазіргі жаздың күні көбірек су ішкеніңіз дұрыс болады. Су ішкенде күнделікті 6-7 стақанмен су ішсеңіз дұрыс болады. 2 литр немесе 2,5 литр су ішетін болсаңыз, ол не только тамағыңыз сіңдіреді, не болсам ол өзіңізді азып кетің пайдалы өнімдерді іштен айдап жіберуде мүмкін, яғни жойып жібереді. Сол үшін универсальный ас қорытушы деген атаққа ие. Ол деген су жалпы таза су, қайнаған су емес, тірі су, яғни қайнамаған шикілей су. Өзіңіз фильтр болсын, немесе бутылкада су болсын, ол барлығы сол тірі суға жатады. Ал қалғандары қайнаған су тек қана көбінесе ауру адамдарға ғана береді. Сол үшін тірі суды ішкеніңіз дұрыс болады ағайын. Қозғалыс аздығы дейміз үшінші факторды. Ол дегеніміз өзіңіз білесіз, бір жерде отыратын, жұмыс істейтін кісілерге арналған. Көбінесе офисный қызметкерлер, офиста істейтін кісілер болатын болса, немесе өзіміз сияқты дәрігерлер болатын болса, таңертеңнен кешке дейін пациенттерді қабылдап бір жерде отырып, сол кісілерде көбінесе іш қату мәселесі болады. Не үшін? Өйткені бұлшықеттер, яғни ішектің бұлшықеттері орнынан қозғалмайды. Отырып алып жей береміз. Әрине, егер отыратын жұмысыңыз әр сағат сайын тұрып 15 минуттан физикалық упражнение, яғни жаттығулар жасайтын болсаңыз, онда бір сәрі. Бірақ қайдан? Ондай жағдай жоқ қой. Офиста отыратындар тек қана обедте ғана шығуы мүмкін, көп болса тамақ жеуге ғана шығады, немесе анда-санда бір үзіліске шығып тұрады. Қалған уақытта не болады? Ішекте айналым тоқтайды, бір айтқанда, және де бұлшықеттері қимылсыз қалады. Сол үшін іш қату өздеріңіз білесіздер, көбінесе геморройға алып келеді, қатты күшенетін болсаңыз. Сол үшін бір жерде отыратын кісілер, жұмыс істейтін кісілер көбінесе сол геморройға ұшырап жатады. Неге десеңіз қимыл жоқ. Сол үшін бұл осы жағдайда физикалық жаттығуларды көбейткеніңіз дұрыс. Йогамен айналыссаңыз, йогамен немесе фитнес дейміз, қазір түрлі көп. Инстаграммен, ютубтың өзіне кірсеңіз, кішкене пайдалы жаттығулар жасаңыз, кем дегенде 10 минут күніне жасаңыз, соның өзі сізге пайда береді, түк істемегеннен көрі. Сол үшін өтте сіздерге беретін кеңесім, сол физикалық жаттығуды көбейтсеңіздер. Әрі қаныңыз айналады, әрі іш қату мәселесі
өте өз қалпына келетін болады. Төртінші фактор ол стресс деп атаймыз. Яғни не только ішек ауруы, бұл бүкіл аурудың атасы стресс, былай айтқанда. Стресстен келіп туады. Не үшін стресстен іш қату мүмкін? Стресспен іштің не қатысы бар десеңіз, айтып өтейін. Стресс организмдегі ішек құрылысының табиғи қозғалысын біріншіден баяулатады. Екіншіден, стресс организмдегі именно ас қорытатын ферменттерді өз қалпына келтіретін клеткаларды не істейді? Бәсеңдетеді. Яғни стресс болған кезде ас қорыту мәселесі мүлдем өзгереді. Не үшін стресс болған кісі тамақтану қоя, тәбеті болмайды, аппетит мүлдем жоқ. Өйткені организм асқазан прямой тікелей әсері болғандықтан сол ферменттер өндірілмейді. Яғни ферменттер қозғалысы баяулатқаннан кейін аппетит те болмайды, ішек құрылысы баяулы болады. Және де тамақ жеу аппетиті мүлдем болмайды. Сол үшін ішек құрылысын жалпы жөндеймін десеңіздер, көңілді, яғни позитивті настройда болыңыздар. Қазір стресстен азаятын әртүрлі видеолар да бар, мысалға күліп отырыңыздар дейтіндей, мысалға әр таңертең тұрғанда тек қана позитивный нәрсе алатындай мотивациялық видеолар бар, мысалға. Соларды көрсеңіз болады, өте көмегін береді. Енді көп адамға әркімге әрқалай, енді әркім өзі көңілін өзі көтереді деген, бірақ стресстен азайғаныңыз өзіңіз дұрыс болады. Құрметті көрермендер, бесінші яғни факторымыз ол дәрі-дәрмек, яғни препараттардан болған іш қатуы, ішек құрылысының бұзылуы дейміз. Сол себепті ол дегеніміз әртүрлі анальгетиктер, антидепрессанттар, қазіргі таңда сол бағана айтқандай стресстен құтылу үшін көп адам антидепрессанттар қабылдайды. Ол рас нәрсе. Өйткені антидепрессанттар көп адамдар рецептпен алады, немесе рецептсіз алады. Сол себепті анальгетиктер бас ауырған кезде, тіс ауырған кезде простой аналгинді де іше саламыз, мысалға да. Болсам ыстығымыз қатты көтерілгенде врачқа бармаймыз ғой, сразу парацетамол ішеміз. Сол кезде именно антибиотиктер естеріңізде болсын. Немесе ішті қатты өтіп кетеді, немесе іш қатып қалады. Екеуін көреді, орташа болмайды. Сол үшін антибиотик қабылдайтын болсаңыздар, міндетті түрде врачтың кеңесі бойынша қабылдау керек, ол кісілерден сұрау керек. Мына жазған антибиотигіңіз менің ішімді қадырып қоймай, ешқандай диарея немесе запор болмай ма деп бір ауыз сұрау керек. Амалы барынша, егер сіз постоянно какой-то бір аналгин ішкен өзіңізде де ішіңіз қатып қала беретін болса, мысалға, сол үшін врачқа барған кезіңізде мен ішім қатып қала береді, сол үшін амалы барынша маған именно ішті қатырмайтын антибиотикті жазып берсеңіз деп сұрасаңыз болады. Дұрыс қой. Өйткені сіз врачтың қабылдауына барғанда сізге сұрайды, қандай препараттарға сіздің аллергияңыз бар, мысалы үшін реакцияңыз бар, өзі сұрау керек қой. Немесе сұрамайды көбінесе, көбінесе врачтар сұрамайды, дұрыс қой, қазір бетіңізге қарап, атыңды ғана сұрай ма, сұрамай ма, әйтеуір бірдеңені жазып отырады, дұрыс қой. Ондай жағдайлар болды ма? Сізде ондай жағдай болған болса, лайк қойып кетіңіздер. Қаншама адамда сонша жағдай болғанын біз біліп отыратын боламыз, ағайын. Бүгін біз именно осы көп таралған іш қату мәселесін талқыладық сіздермен, ағайындар. Іш қату мәселесін ол просто так жүре беруге де болмайды, өздеріңіз білесіздер. Іш қату мәселесі болған кезде көбінесе ең жаман сол геморройға алып келеді, және де ауыздан жағымсыз иіс шығу, өзіңізден сонда қатты иіс шығу. Өйткені ол мусорный бак болғаннан кейін оны босатпасаңыз, білесіз ғой, іштегі тұрған ас айниды, айнығаннан кейін сондай іш қату, іштің желденуі, көп желдім шығарып, жалпы ауа райын бұзатын жағдайлар болады. Сол себептің барлығын именно дәрігердің кеңесі арқылы емдейтін болсаңыз, немесе өзіңіз бағана айтып кеткен барлық жаттығулар, немесе белсенді заттарды қабылдап, соның барлығын өзіңіздің тамақтану рационыңызды дұрыстасаңыз, нұр үстіне нұр, жалпы ешқандай осындай іш қатуға жолықпайсыз деген сіздерге гарантия беріледі. Әуелі, конечно, әлде де Құдай, біздер енді тек себепшіміз, кеңес беруші деген. Сол үшін өздеріңізге денсаулық, тек қана жақсы күндерде жолыққанша деп тілеп.